Саламатсыздар балалар. Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып 104-ші сабақ. Бүгінгі сабақ көрден алдын каналыма тіркеліп қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып қазақ тілі сабағы 104-ші сабақ. 5-ші жаттығу. Өлеңді суреттердің көмегімен оқы. Бізге өлең берілген, осы суреттердің аттарын атап қоятын боламыз. Орнына ұшақтан жылдам бұлттар дейді. Өлеңнің аты. Енді келесі бастаймыз. Таңертең күн ашық, тұр еді нұр шашып. Аспанда бұлт, аспанда бұлт жоқ, ендеше күдік жоқ. Ойладым дәл бүгін жаумайды, тамшылар не ол? Жаңбыр, Шықтым мен бауырыммен, жейдешең күйіммен. Әурелер жолда құр, алғам жоқ, қол шатыр, Кенеттен аспанды бұлт торлай бастады. Ұшақтан жылданба, шаңдатып көшені басталды нөсері. Жоқ мотор қанаты, бұл бұлттар қалайша тез жете алады. Ол жел арқылы барады, бұлттарды желдер ұшып келеді. Жоғарыда желдің жылдамдығы өте жоғары болады. Сондықтан олар тез жылдам қимылдайды. Енді керекті сөздер пайдаланып сұрақтарға жауап жазамыз. Күн қандай? Күн ашық. Аспан қандай? Аспан бұлтсыз. Аспанды қандай бұлт торлады? Аспанды қалың бұлт торлады. Деп осылай керекті сөздерді, мұнда жазылған керекті сөздерді сұрақтарға жауап ретінде жазып қоямыз балалар. Сын есімдердің астынсыз туынды сын есімді сөз құрамына ажырат дейді. Енді бұл жерде өлеңдерді сын есімдер бар, Мысалы, мұнда сын есім бар жылдам. Сосын тада әурелер қандай деген сияқты, Аспанда күн ашық, ашық деген сөз. Осылай жазып қоямыз. Жейдеше күйіммен деген сөзде қандай деген сұраққа жауап береді. Келесі жаттығуымыз 6-шы жаттығу мақалды қатесін түзеп жаз дейді. Негізі сулы жер бұлақсыз болмас, таулы жер құрақсыз болмас деп жазылған, мына жерде қате жазылған. Енді соны біз дұрыстаймыз. Сулы жер құрақсыз болмас, таулы жер бұлақсыз болмас, Сын есімдерді тап дейді. Олардың негізгі туынды екен ажырат дейді. Бұл жерде сын есімдер бұлақсыз, құрақсыз, сулы, таулы деп аталады. Бұлардың барлығы туынды сын есімдер деп атайды. Өйткені мінекей бұлақ деген сөз бір түбір сөз, сіз жалғау, құрақ деген түбір сөз, сіз жалғау, сулы деген сөзде сулы жалғау, тау түбір сөз, лы жалғау. Яғни бұл негізгі түбір сөзге жалғау жалғандықтан қосымша жұрнақ жалғанса, ол туынды сын есімге айналып кетеді. Естеріңізді сақтап алыңыздар. Келесі 7-ші жаттығу берілген сын есімдерді келесі бетте кестеге орналастыр. Әсерлі әңгіме, атақты кенші, тұнық су, ізгі ой, жаңа дәптер, сүтті сиыр, әдемі қыз, биік тау, шөпті жер, жүйрік ат деген сөздерді негізгі және туынды сын есімге бөліп жазамыз. Негізгі сын есімдерге тұнық су, ізгі ой, жаңа дәптер, әдемі қыз, биік тау, жүйрік ат деген сөздер жатады. Ал туынды сын есімдерге әсерлі әңгіме, сүтті сиыр, шөпті жер, атақты кенші деген сөздер жатады. Өйткені туынды сын есім біз түбір сөз және жұрнақтан құралған, Сүтті деген түбір сөз, т жұрнақ. Шөп деген түбір сөз, т жұрнақ. Атақты деген сөз, атақ түбір сөз, т жұрнақ болады. Енді осы туынды сын есімдеріміз қай сөзбен байланысып тұр дейді, қандай сөз табымен. Бұлардың барлығы түбірі зат есіммен байланыстырып, өйткені олар шөп, сүт, атақ, әсер деген не деген сұраққа жауап береді, Сондықтан түбір сөзі зат есіммен байланыстырып екен. Туынды сын есімдердің осылай сөз құрамына талдадық. Ал негізгі сын есімдеріміз бұл, яғни бір түбір сөзден құралған, ізгі ой,
тұнық, жаңа деген сөздер барлығы сын негізгі сын есім болып саналады екен. Келесі 8-ші аттығы ұйқасын тауып оқы. Тауда жүрген тарғылан, ол қайратты қабылан. Мынау қабылан, тауда жүреді. Туынды сын есім тап дейді. Бұл жер туынды сөз сын есім қайратты деген сөз. Яғни қайрат түбір сөз т жұрнақ болады. Тарғыл деген сөзді бұл негізгі сын есім болады. Бұл жер туынды сын есім қайратты деген сөз. Енді жұбыңмен ойлан тап, ойынан ойнап көр. Ол үшін біреуің берілген сөздің атын айтпай, оның мағынасын түсіндіресің. Яғни ол зат сипаттап айтасың. Екінші ол сөзді табасың. Мысалы, керекті сөздер су деген. Сипаттаймыз, мөлдір түссіз зат. Сұйық, қолға ұсталмайды, не ол десең, ол су деп жауап бересің, Ал екіншісі аспаннан қара бұлт торлап жерге жауады. Не ол? Ол жаңбыр. Күн суытып, аспаннан аппақ жұмсақ жауын жауады. Не ол? Ол қар. Деп осылай сипаттамаларын сипаттап, сол сөзді тауып аласыздар. Бір-бірлеріңізге топта, сыныпта айтып, ойлантап, ойнайсыздар. Енді сипаттау үшін қай сөз табының сөздерін пайдаландың дейді. Сипаттау үшін мен барлығы бұл сын есімдер болады. Барлық заттың сипатын анықтайды. Сипатын анықтап беретін сөз табы бұл сын есім болып саналады. Заттың сынын қандай екенін айтып тұрады. Осылай жазып қойыңыз олар 8-ші аттығыда. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау темасын басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.